Батыс Қазақстан облысы Казталов ауданы Нұрбалапан бөбекжайының тәрбиешісі Имангалиева Гүлдана Нұрланқызы. Бүгінгі менің сіздерге ұсынатын ұйымдастырған іс-әрекетімнің тақырыбы бестемше ұлттық ойынын қайта жаңғырту арқылы балалардың танымдық ойлау қабілеттерін дамыту. Мақсаты қазақтың ежелгі ойынын жаңғырту арқылы ұлттық құндылықтарды дамыту, балалардың сана дағдыларын қалыптастыру, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Бестемше қазақтың ежелден келе жатқан ұлттық ойындарының бірі. Бұл ойынды 3-4-5 жастағы балабақша балалар ойнайды. Бестемше ұлттық ойыны тоғызқұмалаққа өте ұқсас, тек бұда 5 таспен ойналады. Әрбір жаңағы тақтайшасында, бестемшенің тақтайшасында 5-5-тен 10 отау болады және 2 қазаны болады. Және 50 тас болады. Әрбір екі жағына 5 отауға 25 тастан, 25-25-тен 50 тас салынады. Балалар бұл ойында балалардың қол моторикасы дамиды, ойлау қабілеттері дамиды, санауды үйренеді. Және балалар бұл ойында жеңіс пен жеңілісті меңгереді. Сәлеметсіздер ме, балалар? Балалар, мен сендерге біздің Нұрбалапан бөбекжайында осы бестемше ойынын қолданысқа енгізіліп жатқан бестемше ойынын алып келдім. Бұл ойын жаңағы мақсат есімде болу деген кісі бізге қолымызға ыңғайлы, ешқандай зияны балаға бізге де зияны болмайтындай етіп жасатқан екен. Бұл жаңағы неге ұқсап тұр? Қарайықшы, бестемше ойын. Киіз үйге ұқсап тұр, иә? Бұл бұрынғы заманда көшпелі қазақ болғанымыз осы киіз үйден қарап көруге болады. Бұның ішінде осындай 2 қазаны болады. 2 қазаны болады. Алихан 2 қазаны болады. Және 5 отауы болады. 1, 2, 3, 4, 5. Оң жағында 5 отауы, сол жағында 5 отауы болады. Айдарбек 5 отауы болады. Оның ішінде 50 тастары болады. Барлығы әрбір жағында 25-25-тен 50 таспен ойналады. Көрдіңіздер ме? Ал ендеше ойынымызды бастаймыз. Olmadı, ya? Onda Aydarбек бастайды. Бастаушы Айдарбек болады, қостаушы Алихан болады. Ал ендеше ойынымызды бастаймыз. Алау. Айдарбек бастау. Алау, біреуін тастап кетеміз. Өзінен бастап салау. Санап алау өзің қазанға сал, санап. Дұрыстап сана, қайттан сана. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Алтау, алау. Бұл жұпсан, я? Жұпсан болса өзіміздің қазанымызға аламыз. Алихан бастау. Жарайсың, Алихан. Ал келесі Айдарбек. Алау. Санайық, еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-тан бұл жұпсан ба, тақсан ба? Тақсан, дұрыс, молодец. Тақсан, жарайсың. Онда сен алмайсың, я? Сен алмайсың. Алихан бастау. Бастау. Біреуін тастаймыз. Көршіміздің қазанына саламыз. Неше өттің? 2, сосын 3, 6 бұл сенікі, алау. Салау. Сол жерден бастаған деп тұрмын. Салау. Айдарбек баста. Көптерін. Төртеу, сен аласың. Алау Айдарбек. Алау Алихан.
өзіңе біреу қалдыр, мына жақтан бастап ал, мына жақтан бастап ал, біреуіңді ал. Екеу болса, бұл сенікі Алихан. Ал екеу. Екеуін ал, сен жеңген. Айдарбек ал. Біреуін қалдырып кетеміз. Жарайсың, екеу аласың өзің қазанға. Ал ендеше, неше болды сен санайық? Санайық, біреу, екеу. Асықпай санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22. Ал бұл жеңіске жеткен. Қазір Айдарбектікі 20 тасы бар екен. Ал сіздікін санайық Алихан. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я, онда жеңіске жеткен Айдарбек екен. Айдарбектің тасы 22-25-тен асқан баланың жинаған қазанында күлдігі көп, 20-дан асса, сол бала жеңімпаз болады, я? Ал енді жеңімпазды құттықтайық Айдарбекті.